Selam dostlar, sizlerden Karabağ'ım Dizayn kanalı. Bugünkü videoda ağaç, şöp şekilde öte kürdülü obyektlerde fondan kesүүдün jolun көретін боламыз. Алдағы videolarda obyektті қалай кесу керек, шартты қалай кесу керектің жолдары мен құралдарын көрсетіп өткен болатынмын. Ол видеоларды көрмесеңіздер, описаниядагы сілтеме арқылы өтіп, міндетті түрде көріп алыңыздар. Және де видеоның оң жақ бұрышында сілтеме шығады, сол сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер де болады. Ал біз бастаймыз. Менің жағдайымда бүгін осындай ағаш және мынандай бір шөпті фонынан кесудің жолын көретін боламыз. Өткенгі видеоларда көрсетілген құралдармен бұларды кесу өте қиынға соғады, себебі мынандай майда жерлері бар кесетін. Сол үшін бұндай күрделі объектілерді кесудің бір жолы ол канал арқылы кесу. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін біздің Photoshop'тың сол жақ бетінде слайд деген окошканың жанында каналы деген окошка бар. Сол жерге кіреміз. Егер сіздерде канал деген окошка жоқ болса, онда жерде Windows деген батырма арқылы осы жерден өзіңізге керекті каналдардың бәрін қосып алсаңыз болады окошкаларды. Міне канал деген окошканың жанында осындай птичка тұр. Так, бұл каналдар түрлі түсті канал, қызыл, жасыл және көк каналдарды көрсетеді. Бізге ең керегі кесіп алатын объекті мен фонның екеуінің арасындағы контрастысы өте жоғарғы канал таңдау керек. Ол бізде көк канал. Көріңіздер, фонымыз әппақта, бізге керекті объект қара болып тұр. Және бізге бұдан да көп контрастты көбейту керек. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін көк каналды копиясын жасаймыз. Ол үшін көк каналды мышканың сол жағымен тартып алып келіп, плюсқа алып келеміз. Және бізде копиясы пайда болды. Көрдіңіздер ме? Енді бұл контрастты көбейту үшін клавишада Ctrl ағылшынша L-ді бассақ, мұндай уровень шығады. Бұны жаңағы суреттің контрастысын көбейтеді. Ол үшін мына паузу ортаға қарай тартамыз. Қара түстер көбейді, көрдіңіздер ме? Енді бұл тек қана қара түсті көбейтіп қоймай, фонды серый қылып тастайды. Сол үшін фонды бізге ағарту үшін мына паузу ортаға қарай тартамыз. Фоны ағаратып қойғаныздар ма? Өстіп екеуін бір-біріне жақындатып, ең оптимальный контрастты алып келеміз. Окейді басамыз. Енді дұрыстап қарасаңыздар, мына жерлерде ақ точкалар қалып кетті. Білсеңіздер, масканың ішіндегі ақ точкалар, бұлар кесіліп алынып тастайды. Сол үшін бізге бұны қараға бояу керек. Оны қалай жасаймыз? Оны кист арқылы жасаймыз. Кист құрылғысын таңдаймыз, қатты кистті таңдаймыз. Сөйтеміз де, мына жерге қара түсті таңдаймыз. Сөйтіп, мына ақ түстерді қараға бояп шығамыз. Мына жерде бір ақтар бар. Осыларды қараға бояп шықтық. Неге біздің суретіміз дайын. Енді бізге осыны белгілеу қажет. Ол үшін Ctrl-ды басып, мышканы көк каналдың копиясын алып келсек, мынандай квадрат пайда болады. Мышканың сол жағын шертеміз, басамыз. Мінекей таңдалды. Бірақ бізде бұл фонды таңдап тұр. Яғни бұл бізде қазір осы күйінде кессек, онда ол бізден фоннан мына объектімізді кесіп алып тастайды. Ал бізге керісінше объект қалып, фонды кесіп алып тастау керек. Ол үшін біз клавишада Ctrl-Shift ағылшынша I кнопкасын басамыз. Мінекей өзіміздің объект таңдадық. Енді бүкіл каналды қосамыз. Көк каналдың копиясын өшіреміз. Және слайға өтеміз. Слайға өтіп, мышканың оң жағын бассақ, мынандай шығады. Сол жерде жаңа слойға копиясын көшіру деген кнопка бар. Соны басамыз. Мінекей. Егер фонды өшірсек, міне, көрдіңіздер ме достар? Ағашымызды әдемі етіп, бүкіл фонынан, бүкіл жапырақтың арасынан фонның бәрін кесіп алып тастадық. Осындай енді ойланбай фонымызды ауыстыра берсек болады. Дәл осындай жолда мынандай шөппен көрейік. Бұл шөптің фонын кесіп алу үшін мына жердегі фондарды кесіп ала алмаймыз. Сол үшін канал деген құрылғыны пайдаланамыз. Ашамыз, каналды ашамыз, көк каналды таңдаймыз. Көк каналдың копиясын жасаймыз. Ctrl-L және контрастты көбейтеміз.
kontrastni iste ko'paytdi. Biroq qattiq uvlikatsiya etib ketmangizlar, sebebi yaqinlatgan кезде shöptün basındagi mayda jirler ketib qoladi. Bayqasanlar salbiy deb ko'ramiz. Mineki şöptün mayda jirler bari ko'rindi. Bari adem oldu. Okey. Endi bu jerdagi aq tuslarni o'chiramiz. Ol uchun kistni tanglaymiz. Qattiq kist tanglalgan және bu yerning barini qora tusga bo'yab chiqamiz. Mineki bo'yab chiqdik. Ctrl'ni basib ko'p tus tanglaymiz. Ctrl Shift I ni bosamiz. Бүкіл түсті қосамыз, kopyasini o'chiramiz және слайға o'tamiz. Слайға o'tdik, kumushqani o'ng жағын basib, жаңа слайға kopyasini жасау. Okey. Mineki do'stlar, biz de shöbimizni adem etib kesib oldik. Артындағы mana jerdagi fonların bärini olib tashladi. Osmin kanal orqali kesuv rolini sizlarga ko'rsatib qoldim. Video unasa like basib, kanalga tirkayib, kommentariy yozib ketingizlar. Kelesi videoda jolыққанша sog' bo'lingizlar.